Сәлеметсіздер ме балақайлар? 18 ғасырдың соңында орын алған ұлы француз революциясы және одан кейінгі Наполеон соғысы дүниеге жаңа данышпандардың келуіне ықпал етті. Бүгінде біз оларды романтиктер деп атаймыз. Романтизм идеялары әсіресе музыкалық ортадан өз орнын таба білгені таңғаларлық жайт емес. Өйткені музыка бізге сезім тілінде сөйлейді. Біз оны тыңдап, жүрегімізбен қабылдаймыз. Композиторлардың қайсысы алғашқы романтик болған дәл кесіп айту қиын. Дегенмен, музыкатанушылар австриялық музыкант Франц Серафим Шуберттің ең алғашқылардың бірі болғанын айтады. Ол өмірі қайғылы болған және дүниеден ерте кеткен романтик данышпан. Атап айтсақ, ерекше талантты болса да, көзі тірісінде оны ешкім мойындамады. Көпшіліктің көңілін көтере білгенімен, басында үйі тіпті өз аспабы болмаған. Өзін Бетховеннің ізбасары санап, сонаталар мен симфониялар жазды. Бірақ олардың еш қайсысы көзі тірісінде орындалмаған. Өмірінде бір рет концерт беріп үлгерді. Бірақ атағы шықпастан небәрі 1-2 айдан кейін қу кедей болып о дүниеге аттанады. Бірақ Шубертті музыкадағы романтизмнің негізін салушылардың біріне айналдырған оның өмірлік жағдайлары емес. Сонымен ол өнерімен әлемге қандай жаңалық әкелді? Жоғарыда аталғандай, Шуберт Венада өмір сүріп, өзінен 1 жыл бұрын қайтыс болған Людвиг ван Бетховенді пір тұтты. Бетховен сияқты Шуберт симфонияны музыканың негізгі жанры санады. Бірақ ол өзінің симфониялық шығармаларын жазған кезде басқа дәуірде туып, өзінің кумиріне ұқсамайтын басқа әлемде өмір сүретінін түсінбеді. Ең бастысы, осы уақыт ішінде бұрынғыдай симфония мен сонатаны қабылдамайтын тыңдаушылар буыны өзгерді. Сол себепті Шуберттің симфониялары ол кезде сұранысқа ие болмады. Оның достары мен басқа да музыка әуесқойлар арасында фортепианалық шағын пьесалар сұранысқа ие бола бастағаны белгілі болды. Жоғарыда аталғандай, Шуберт өте кедей болды. Басында баспанасы жоқ, оның әрине жеке фортепианасы да жоқ еді. Сондықтан достарына музыкалық аспаптары бар үйлерге қонаққа барғанда, ол бірден фортепиано алдына отыра қалып, бұрын жазылған шығармаларын сағаттап ойнайтын. Немесе отырған жерінде суырып салып, жаңа туындыларды дүниеге әкелетін. Көпшілік оны тағатсыздана күтіп, осындай жиындарға Шубертті тыңдау үшін келетін. Бұл кештер тіпті Шубертиада деп атала бастады. Қонақтардың көңілін көтеру үшін жас композитор сол кездегі танымал билерді, минуэттерді, экосездерді, галоптарды және әрине маусымның басты жаңалығы вальстарды құрастырып орындады. Сонымен қатар, оның көңіл күйі мен сезімін баяндайтын пьесалар бірден туып отырды. Осылайша Шуберт музыкалық сәт және экспромт сияқты жанрлардың атасы атанды. Шуберттің достары әсіресе оның вокалдық шығармаларын, яғни әндер мен романстарын ұнататын. Мұнда шығарма мәтіні сюжетті ашуға, махаббаттың құбылмалы тұстарын баяндап, белгілі бір оқиғаны жеткізуге көмектесті. Дәл осы романстар мен әндер Шуберттің шығармашылығында басты орынға ие болды. Оның Аве Мария мен Серенадасын естімеген адам жоқ шығар.
Шуберт музыкаға арналған вокалдық баллада жанрында ашты. Ол Гетенің мәтінін алып, Орман патшасы балладасын жазды. Оның мистикалық ауыр мазмұны музыкадан да көрініс тапқан. Шуберт ұлы Гете жазған хикаяны бұдан да жарқын, әдемі ету үшін қажетті әдістерді таба білді. Шығармадан біз қолында ауру баласы бар шабандоз мінген аттың шабысына куә боламыз. Қызуы көтерілген бала әкесіне Орман патшасын көргенін айтады. Орман иесі өзіне ұнаған сәбиді алып қалғысы келеді. Бір қызығы, бала мен әкенің диалогтары ауыр минорда естіледі. Ол Орман патшасының сөзі мен музыкадағы таңғажайып әлемнің ғажайыптарын суреттеу үшін Шуберт жеңіл мажорды қолданады. Осылайша композитор қиындық пен қасіретке толы күнделікті өмір ғана емес, сонымен бірге кез келген адамның қолы жете бермейтін, еліктіретін сиқырлы әлем бар деген ойды нығайтады. Осы дуализм мотиві романтиктерде өте танымал болады. Шабандоз үйге жеткенде бала өліп қалған екен. Әңгімеге басымызбен кіріп кеткендігіміз сонша, Орман патшасының бейнесі өлім аузындағы баланың елес екенін, не болмаса, оның баланың жанын шынымен алғандығын толық түсіне алмаймыз. Сонымен қатар Шуберт Миллердің әдемі әйелі және қысқы жол атты екі вокалдық цикл жасады. Бұл шығармаларда ол махаббатта жолы болмай, өлуге бел буған романтик жас жігіттің тағдыры туралы баяндайды. Шуберт қайтыс болғаннан кейін достары оның бұрын жарияланбаған әндерін жинап, Аққу әні деген атпен тағы бір вокалдық жинақ шығарады. Ал ол жазған симфониялар не болды деп сұраулары мүмкін. Арада ондаған жылдар өткен соң, олардың барлығы өз тыңдаушысын тапты. Шуберттің 9 симфониялық туындысының ішінде аяқталмаған деген атауы бар нөмірі 8-ші симфония бүгінгі таңда ең маңызды және ең сүйікті шығарма саналады. Неліктен деген ой мазалауы мүмкін. Оны бірге анықтауға тырысайық. Аяқталмаған деген атаудың қайдан шыққанынан бастайық. Гайдн заманынан бастап симфония адам мен оның қоғамдағы орны туралы рет-ретмен баяндайтын 4 бөлімнен тұруы керек деген қағида болған. Бірақ Шуберттің бұл симфониясында 2 ғана бөлім бар. Оның қалған 2 бөлімді неге жазбағаны әлі күнге дейін жұмбақ. Десе де, автор әдейі 2-ақ бөлім жазды деген ой туады. Шуберттің бұл симфониясы оған дейін жазылған кез келген симфонияға, тіпті өзі жазған басқа симфониялардың ешқайсысына ұқсамайды. Ол музыка тарихындағы алғашқы романтикалық симфониясын жасай білді. Мұндағы әрбір тақырып, әрбір нота жаңа лирикалық кейіпкер туралы баяндайды. Тіпті Шуберт бізбен сол шығармасы арқылы тікелей тілдесетін сияқты. Ол музыка арқылы бізге кейіпкерлердің қиын тағдырын баяндайды. Әрине, бұл музыкада біз басты кейіпкерді анық естиміз. Оның өте әдемі, нәзік және мұңды әуені алдымен кларнеттен, содан кейін гобойдан естіледі. Біз бұл дыбыстардан толқу, қорқыныш, үмітсіздікті естиміз. Бірақ біздің кейіпкеріміз не істейді? Бетховен симфонияларындағыдай тағдырына төтеп бере ме? Әлде онымен арпалысқа түсе ме? Жоқ. Оның шайқасқа түсіп жеңген заманы артта қалды. Романтикалық кейіпкерлер өз қиялы мен армандарының әлемінде қиындықтан жасыруды жөн көрді. Сондықтан тағдыр тақырыбы өршіп, 1-ші бөлімнің соңында ол кейіпкерімізді толығымен жұтып қояды. Екінші бөлім күресуден бас тартып, ақыры армандар әлеміне енген романтик туралы. Ол өзін таза табиғат аясында бақытты әрі сабырлы сезінеді. Оның бұл көріністен қол үзіп, шынайы өмірге қайта оралуға күші де, ниеті де жоқ. Екінші бөлім ақырын кетіп бара жатқан аккордтармен аяқталады. Романтик біздің әлемге оралмады. Шуберт осы 2 бөлімде ойындағысының бәрін айтқан сияқты. Келесі 2 бөлімнің қажет болмауы да сондықтан. Шуберттің өзі де шынайы өмірден тыныш қана ешкімге білдірмей, жаны қалаған жаққа кете барды.
ал оның музыкасы күні бүгінге дейін шырқалып, тыңдарманын әдемілігімен, әуезділігімен, шынайылығымен таң қалдырып келеді. Тақырып бойынша мен сіздерге 3 сұрақ қояйын. Бірінші сұрақ: Шуберт шығармасы қай көркемдік ағымға жатады? Екінші сұрақ: Шуберттің ең әйгілі симфониясы қалай аталады? Үшінші сұрақ: Шубертке қандай шығармалары ең үлкен атақ әкелді?